Гигиена. Бұл бізді һәм жақындарымызды һәр күні жұқпалы кеселliklerден қорғайтын әпуайы әдетлер. Бірінші һәм ең ахметлі қағида бұл қолдарды жуу. Біз һәр күні жүздеген бетлерді ұстаймыз һәм олар менен бірге микробларды да алып өтеміз. Ішек һәм респиратор инфекциялардың қаупін азайту үшін сабын менен 20 секунд давамында істету жеткілікті. Екінші қағида тістердің күтімі. Азанда һәм кеште тістерді тазалау тек қана кариестің алдын алу емес, ал асқазан һәм жүрек кеселliklerінің қаупін азайтады. Үшінші қағида киім-кешек һәм үйдің тазалығы. Өз уақытында жуу, тазалау һәм тұрақлы самалату әтрапымыздағы бактерия һәм вирустардың санын азайтуға жәрдем береді. Төртінші қағида таза су һәм қауіпсіз ауқат. Овощ һәм мейвелерді жақсылап жуу, көш һәм сүтті ысылықпенен қайта әзірлеу керек болады. Гигиена бұл саламатлықтың тикары. Балаларды жасылығынан осы қағидаларға үйретіп, олар бір өмір көп кеселliklerден аман болады.